Көпшілік Таиландты туризммен егіз ұғым санап қазынасын толтыратын дәл осы демалыс индустриясы деп ойлауы мүмкін. Бірақ дәл қазір Таиланд жаңа бағыт алған. Енді шетелдіктер күнге қыздырыну үшін ғана емес, ғылыммен алысу үшін осындай инновациялық хабтарға келе алады. Оңтүстік Шығыс Азиядағы ғылым мен технологияның кремний алқабы болуды көздейтін Таиланд 2022 жылдың аяғында Eastern Economic Corridor of Innovation орталығын ашқан. Инновацияның шығыс экономикалық дәлізі деп аталатын нысан Таиландтың туризмнен бөлек потенциалын ашуды көздейді. Әрі ол үшін әлемдік қауымдастықпен қоян-қолтық жұмыс істеуге даяр. We would like to be the innovation hub. Біздің алға қойған мақсатымыз барлық қызығушылық танытқан ғалымдарға, зерттеушілерге, тіпті студенттерге мүмкіндік ұсына алатын инновация хабы болу. Заманауи ауыл шаруашылығы, биотехнология, батарея өнімдері, медициналық құрылғылар технологиясы, жасанды интеллект, ғарыш индустриясы жағынан идеялары бар қазақстандық мамандарды құшақ жая шақырамыз. Ол үшін орталығымыздың сайты және Қазақстандағы Тай елшілігі арқылы байланысқа шығуға болады. Қазақстандық делегацияға арнайы ұйымдастырылған турда ғылыми қалашықтағы зерттеу сынақ алаңдарын көрдік. Қалашығынан алыс, орманды тау етегінде орналасуына қарап, ғалымдарға арналған демалыс орныма дерсіз. Десе де Таиландтың силикон алқабы өркениеттен сонша алыс емес. Нысанның барлық бөлімі Smart City жобасымен басқарылады. What is the highlight is the Ашылғанымызға 6 ай болса да автоматтандыру саласында жетістіктерге жетіп қалдық. Сол арқылы жұмыс күшін табу проблемасы өз шешімін тауып жатыр. Сонымен қатар жоғары сапалы аграрлық өнімдердің өңделуін айта кеткен жөн. Дәрілік заттардың шикізаты болатын емдік өсімдіктердің өсірілуі медицина бағытында да серпін беріп жатыр. more automate. Презентацияға қатысқан қазақстандық студенттер де өз мамандығы бойынша Таиланд тәжірибесіне қатысты тың ойларын жеткізді. Бірі прагматикалық психология жағынан жергілікті мамандарға кеңесін айтса, екіншісі IT саласындағы сэндбокс идеясының тиімді жақтарына тоқталды. Я им предложила на самом деле идею. Мен оларға медицина бағытындағы орталық бөлімін психологиялық зерттеулермен қосып көруді кеңес еттім. Сол арқылы ғалымдар эксперименталды және нейропсихология бойынша жетістіктерге жете алатын сияқты. Мұнда мүмкіндіктер барын көрдік, оны қолдану керек деп ойлаймын. Себебі Таиланд үшін бұл бағыт жаңа болғалы тұр. Какое что-то новое. Менің ойымша, оның ең жақсы мүмкіндігі ол сэндбокс. Сэндбокс дегеніміз ол Астана хабтағыдай белгілі бір площадка, сол жерде өз идеяңды және стартапыңды қоюға болады, және инвесторларды шақыруға болады. Менің ойымша, біз сияқты студенттерге өте маңызды ақпарат және оған да қосылуға болады, және Таиланд арқылы соны Қазақстанға да әкелуге болады осы идеялар. Асан әлі айтқан Астана хабтың отандық университеттердегі ғылыми орталықтар мен технопарктердің алған бағытына Тай еліндегі жаңа трендтің үндесетінін байқап, екі елдің ынтымақтастығы ғылым әлемінде де өрби алатынына көзіміз жетті.